Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, аман есенсіздер ме достар? Енді біз сіздерге әдеттегідей футбол ақпараттарын жеткізетін боламыз. Ал сіздер болса біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ әдеттегідей жаңалықтарымызды бастайық. Бернардо Силва Сауд Арабиясына баруына жақын. Бақ деректеріне сенсек, Әл-Хилал клубы португалдық футболшыны көптен бері бақылап жүр және оны өз сапына қосуды қалайды. Сонымен қатар Манчестер Ситиде бұл қоштасуға қарсы емес. Пеп Гвардиола команданы жасатқысы келеді, ал Бернардо жасы болса бұл процеске енді толық сәйкес келмейді. Дегенмен Силваның өзі мұндай пікірлерге наразылық білдіріп былай деді. Бернардо көкем былай деді: біз Манчестер Ситиде біраз уақыттан бері өнер көрсетіп келеміз және жасымыз енді 30-ға толып жатыр. Біз қартайған жоқпыз. Командада 30-дан асқан ойыншылар бар, бірақ олар өз деңгейін жоғалтқан жоқ. Біз 8 жылда 6 рет Ағылшын премьер лигасын жеңдік. Ондай айтулар, ондай пікірлер бізде қажет емес. Біз тағы да Манчестер Ситиде 3-4 маусым ойнауға дайынбыз деді. Сен ойнауға дайын болғанмен енді Манчестер Сити басшылығы Бернардоны алып қалмайтыны анық. Шынында да Силва қартайған жоқ. Бүгінде медицина мен жаттығу әдістері дамыған заманда Бернардо кемі 2-3 жыл жоғары деңгейде өнер көрсете алады. Бірақ Манчестер Ситиде түсінуге болады. Оларда қаржылық мәселе жоқ, бірақ қаржылық фейрплей ережелері ешқайда кеткен жоқ. Уақытында енді керек ойыншылар сатып жіберу керек және де жақсы ойыншыларды өздерінің қатарларына қосып алуы керек. Бернардо Силваға Саудия лигасынан басқа Италиядан Милан клубы, Интер клубы және де Ювентус клубтары қызығып отыр. Негізінде Силва енді Италия клубтарына емес, прямой осы Саудия лигасына барады деген ақпараттарда қазір көп. Силва қай командаға барған дұрыс? Өз ойларыңызды әрине комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Барселона өздерінің қорғаушысы Клемен Ланглемен келісім шартын бұзды, ал Лангле болса Атлетико Мадридқа еркін агент ретінде қосылды. Барселонаның спорттық директоры Деко өз ойын білдіре кетті. Біз үшін жалақы қорынан түсетін жүктемені азайту маңызды, ал Лангленің кетуі осы бағытта қадамдардың бірі деп пікір білдірді. Лангле Атлетико Мадридқа келгеннен кейін өз ойын білдіре кетті. Мен әртүрлі нұсқаларды қарастыруға дайынмын. Ең бастысы барлық тараптар келісім шарттың шарттарымен риза болуы тиіс деді. Яғни бұл трансфер күтпеген шешім болуы да мүмкін. Лангле өзі де қай командада ойнайтынын толық білмегенде ұқсайды. Бұқаралық ақпарат көздерінің мәліметінше Атлетикоға ауысуы үшін ол жалақысын айтарлықтай қысқартуға мәжбүр болған. Дегенмен келісім шарттың нақты қаржылық шарттары жарияланбаған. Белгілісі келісім шарт 2028 жылға дейін. Әрине Лангле ерекше жарқын жұлдыз емес, бірақ Ла Лигада топ өте керемет мол тәжірибесі бар. Диего Симеоненің командасы үшін жаман күшейтуі емес, алайда бұл Атлетико Мадридтің жаздағы соңғы трансфері емес. Атлетико Мадрид тағы да топ трансферді жүзеге асыратын болады. Лангленің осы Атлетико Мадридқа қосылғанына қалай ойларыңызды білдіріп кетсеңіздер болады. Атлетиконың президенті риза Ланглені өздерінің қатарларына қосып алғанына. Реал Мадрид Арсеналдың Родригоға жасаған алғашқы ұсынысын қабылдамады. Лондондық клуб бразилиялық шабуылшыға 70 миллион евро төлеуге дайын болған, алайда бұл сома Флорентино Пересті қанағаттандырмады. Ол одан да көп алғысы келеді. Анықтама үшін Трансфермаркет порталы Родригоның нарықтағы құнын 90 миллион евро деп бағалап отыр. Бұл соңғы түзетулерден кейінгі 10 миллионға төмендеген сома. Бірақ қалай болғанда да бұл 90-70 емес. Арсенал қазіргі Родригоның жағдайын ескеріп, Реал Мадридқа өз талаптарын төмен түсуі мүмкін деп үміттене сияқты. Бірақ Пересте мұндай тактиканы талдау қиын. Реал өз ойыншыларын қымбатқа сатуға келгенде әлемнің үздік клубтарының бірі. Жалпы егер Арсенал Родригоны алғысы келсе, көбірек төлеуге тура келеді. 90 миллиондық нарықтық баға Перес үшін оңтайлы нұсқа болуы мүмкін. 70 миллион евроға Родригоның тасын да бермейтін анық, шашын да бермейді. 70 миллион евроға Флорентино Перес. Бұған қоса бұқаралық ақпарат көздері деректеріне сенсек, Родригоның ішкі жағдайында өзгерістер болып жатыр. Бастапқыда ол Реал Мадридте бақытты екенін мәлімдеген. Кейін клубқа оның шын мәнінде өз жағдайына риза емес екені туралы да ақпараттар шықты. Сондай-ақ Хаби Алонсо мен Родриго арасында жеке әңгіме өтті. Ода бразилиялық ойын уақытын көбірек алғысы келетінін ашық айтқан. Бұл жағынан алғанда Родриго жаңа бапкердің өмірін сәл қиындатуы мүмкін.
Әрине, оны түсінуге болады. Ол жоғары деңгейдегі футболшы және оған сай мүмкіндіктерді қалайды. Бірақ Реалға өзіңнің дегеніңді жеткізе алмайсың және өзіңнің сөзіңді өткізе алмайсың. Бұл әрине Реал Мадрид клубы. Родриго өзі қалаған мүмкіндіктерге ие болады. Ал клуб бас тартады Родригодан. Енді Родриго қазіргі уақытта енді басқа клубтарға баруы мүмкін. Реал Мадридтің қазіргі уақыттағы Хаби Алонсо Реал Мадридқа келгеннен кейін өз сұхбатын бере кетті. Бізде Килиан мен Винисиус сияқты деңгейі өте жоғары ойыншы бар. Тек олар емес, басқаларда бар. Бірақ дәл осы екеуі айырмашылықты жасайтындар. Біз оларды толық деңгейде қолдануымыз керек. Сонда ғана команда көбірек жеңіске жетеді деді. Яғни Родриго бұл тізімде жоқ. Бұл әрине оның мазасын қашыруда. Хаби Алонсодан мен мұндай ақпараттарды күткен жоқпын. Енді Хаби Алонсо Родригоға сен маңызды ойыншылардың бірі емессің дегенде айтып жатқан сияқты. Енді Реалдағы ортаңғол ойыншысың, сен жұлдыз емессің деп айтып жатқандай болып жатыр. Сіздер Родригоның осы Реал Мадридтан кетіп басқа клубқа барып өзінің мансабын жасағанын қалайсыздар ма, әлде осы Реал Мадридте өзінің мықты екенін дәлелдеген дұрыс па? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Жаңалығымызды жалғастырмай тұрып достар, соңғы кезде каналда мүлдем актив түсіп жатыр. Сол себепті лайкты аямаңыздар және тіркелгеннен кейін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар және колокольчикті басатын болсаңыздар видеоларымызды алғашқыларынан бірі болып көретін боласыздар. Манчестер Сити Вулверхэмптонның қорғаушысы Раян Айт-Нуридің трансферін ресми түрде жариялады. 5 жылға келісім шартқа қол қойылды. Ал қасқырлар бұл сатылымнан 40 миллион еуро тапты. Бұл Сити үшін ұзақ уақыттан кейін профильді шеткі қорғанышына алу. Айт-Нуриде үлкен потенциал бар. Бұл тұрғыда бұл трансфер азаматтар стиліне тән қадам. Ойыншыдан айтарлықтай прогресс күтілуде. Әйтпесе Айт-Нури негізі құрамға ілмес еді. Сонымен қатар Сити Лионға Раян Шартиның трансфері бойынша да келісімге келді деп хабарлайды Летюб басылымы. Шертиде Манчестер Ситиге 40 миллионға түседі. 2030 жылға дейін келісім шартқа қол қоятын ақпараттарды бар енді. Ол техникасы керемет футболшы, егер оның Лионмен келісім шартынан бір жыл ғана қалмағанда әлде қайда қымбат болар еді. Өткен маусымда Шерти плеймейкер ретінде үздіктерінің бірі болды. Ол Манчестер Ситиге келіп Кевин Де Брюйненің орнын басады деген ақпараттарда бар жалпы. Лионда өте керемет деңгей көрсете алды және Франция ұлттық құрамасы да өзінің видеоларын қойып қойған, мықты теуіп жатқанын. Жалпы қазіргі уақытта Шерти осы Испанияға қарсы ойында да өзін керемет деңгейде көрсете алды. Ал енді Манчестер Ситидің жанкүйерлерін құттықтап қаламыз осындай керемет ойыншыны өздерінің қатарларына қосуына. Шерти бұдан 1-2 маусым алдын көрсеңіздер шайып жүреді. Мен көбінесе Лионның ойындарын қараймын, Франция лигасына қызығамын. Осы Шерти ойыншы бар екен, бұл не деген шаят деп жүредім. Одан алдын енді ақпараттар шыққан еді. Осыдан 1 маусым алдын Боруссия Дортмунд клубы 12 миллион еуродан беруге қиналған еді. Осы Шерти үшін Нури Шахин айтқан енді осыны алайық енді. Ал Боруссия Дортмунд клубы болса 12 миллионға тұрмайтын ойыншы деп Шертиді алмай қойды. Ал енді Манчестер Сити клубы болса қымбат ақшаға келісіп жатыр. Жалпы Гвардиола қалаған ойыншыны Манчестер Сити клубы алып беріп жатыр. Енді Манчестер Ситидің құдай қаласа болашағы жақсы болады. Ал Өзбекстан ұлттық құрамасынан тоқталатын болсақ, Өзбекстан ұлттық құрамасы қазір ғана 3-0 есебімен Катарды жеңді. Бұл ойын енді жолдастық кездесу еді. Енді бәрібір Өзбекстан ұлттық құрамасы әлем чемпионатына жолдама алып қойды. Бәрібір енді осы ойында жеңіледі немесе тең ойнайды деп едік. Ірі есеп 3-0 есебімен жеңіске жетті. Бұл енді өте керемет нәтиже. Көршілеріміз өзбек халқы өте керемет деңгей көрсетіп жатыр және олардың футболы қарқынды дамып жатыр. Біздер енді осындай жолдарды береді деген ойдамыз. Біздің де ұлттық құрамамыз осы 1-2 маусымда жақсы деңгей көрсете алады деген ойдамыз. Өзбек халқын құттықтап қаламыз. Әлем чемпионатына жолдама құтты болсын. Міне құрамдар осындай болды назарларыңызда. Енді Өзбекстан ұлттық құрамасы бәріне лайық деп айта аламыз. Бокс жағынан да, футбол жағынан да дамып кетті. Хаби Алонсо Реал Мадридтегі алғашқы жаттығуын өткізді. Испаниялық маман Реал Мадрид базасына таңғы 7:30-да келді. Бұл командадағы барлық ойыншылардан 3 сағат бұрын. Алонсоның алғашқы жұмыс күні 11 сағатқа созылды. Бұл жайтты енді Хаби Алонсо ойыншылармен танысқан, тактика құрған, жалпы барлық ойыншылармен сөйлесіп шықты деген ақпараттар да бар.
Son agentinin мәліметінше, Vinicius келісім шартты 2030 жылға дейін ұзартуға келісті. Ол жаңа келісімде клубтық әлем чемпионатынан кейін қол қояды. Жалақысы жылына 5 миллион еуроға көбейтілді. Жаңа 5 жылдық келісім бойынша бразилиялық 100 миллион евро табыс табады. Реал Мадрид жанкүйерлері үшін бір нашар жаңалық бар. Суйменди Реал Мадридқа келмейді, Арсеналға баратын болып шешіпті. Суймендидің өзі Арсеналға баруды қалайды екен. Ал Реал Мадрид клубы не істейді енді? Өздеріне келгісі келмеген ойыншының командаға қосып не істейді деймді енді. Суйменди енді болашақта Реал Мадридқа келмегені үшін өкініп қалмаса болғаны. Негізінде Арсенал болса өте мықты алтылықты өздерінің қатарларына қосып алды. Ал Реал Мадрид жанкүйерлерінен сұрақ: осы ойыншыны Реал Мадрид клубы сатып алмақшы. Бұл ойыншының аты кім? Ойларыңыздар не комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Ал достар, біздің жаңалықтарымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпаңыздар. Енді Өзбекстанның жанкүйерлеріне тағы да бір рет оларды құттықтап қаламын. Керемет нәтиже өзбек халқы.